Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі кешірім сұрасын. Шымкенттегі тұрғын үйлерді жөндеумен ылсатын тұрғын үй Шымкент мекемесінің басшысы осылай деп отыр. Мұхтар Мұхамеджанның айтуынша өзіне қатысты әлеуметтік желідегі парамен ұсталып делінген видео ақпарат монтаж көрінеді. Незаконное вознаграждение в сумме 5,1 миллионов тенге они получили за заключение договоров на проведение подрядных работ по ремонту жилых домов города Шымкент в рамках реализации государственных программ. Айта кетсек, бір жеті бұрын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ютубтағы ресми арнасында Мұхтар Мұхамеджан мен оның орынбасарының 5 миллион теңгеден астам қаржымен ұсталғаны туралы бейнеролик таралған болатын. Қомақты қаржыны тұрғын үй Шымкент мекемесінің басшылары тұрғын үйлерді модернизациялау бағдарламасы бойынша келісімшарт жасасқаны үшін алынды делінген. Мұхтар Мұхамеджанның сөзінше орынбасарының ұсталғаны рас екен, бірақ өзіне ешқандай айып тағылмағанын айтады. Ал бейне жазба монтаж деп отыр. Сондықтан мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінен кешірім сұрауды талап етуде. Мен ғой, бірақ менің кабинетінен жаңағы мынандай бір дәу сумка ақша шыққан жоқ қой. Менің кабинетінен менің сейфінен шыққан 42 мың теңге мен айдағым. Агентство антикоррупция біріншіден жаңа видеоматериал теріске шығаруға тиісті. Екіншіден кешірім сұрасын. Мен талабым солар.